Ендігі видеода мен сіздерге инстаграмға қалай видео дұрыс салу керек, соны көрсеткім келеді. Например, егер дұрыстап салмасаңыз, Камшат ханым ренжімейтін шығар, оның несінен тауып алдым. Осындай көрдіңіз ба, видео тұр екен, қап-қара болып. Ол кірген адамдарға қарағанда түсініксіз. Ол дұрыс емес. Осы видеоны мен алып тастайтын едім, например. Енді қалай дұрыстап салу керек, осындай болмау үшін? Ол үшін өзіңіздің парақшаңызға кіресіз. Например, міне видео. Осы видеоны қою үшін, так, бүгін алып тастайын. Осы видеоды қою үшін, міне мен қойдым. Далее деп продолжить етем. Енді қараңыз. Олда да осындай қазір тек далее деп бассам, олда да қап-қара картинка болып шығады, көріп тұрсыз ба? Төмен жағында көріп тұрсыз ба? Фильтр, укоротить, обложка. Обложкаға басамыз. Енді осы жерде біз қандай обложка қойғымыз келеді? Соны мынаумен біз таңдаймыз. Қандай видеоның ішіндегі бір кадрды, ұнайтын кадрды қоямыз. Вот. Соның ішінен таңдап алу керекпіз. Қандай кадр ұнайды, соны қоямыз. Так. Қазір мен так. Осыны қояйық. Осы картинканы қоямыз. Таңдадыңыз, енді далее деп басуға болады. Сосын осы жерде жазамыз керегімізді. Енді мен қазір жазып жіберейін тездетіп. Так, мен үлкен әріптермен жазамын. Так. Негізінде пост жазғанда оглавление болады ғой. Манағы сіздің картинка постыңыздың названиесі болады. Сонда бір выделять еткен жақсы. Так. Қазір. Так, ладно, артынан жөндеп жіберермін, ұмытып қалдым. Так, енді басамыз, поделиться деп. Қазір загрузка болып жатыр. Загрузка болғаннан кейін уже бізге қалай ұнайды, соны тексеріп қараймыз. Кішкене күте тұрайық. Вот, түсті. Так, енді мына жерде қазір шығу керек. Так, вот шықты. Көрдіңіз ба? Уже қара болып түспейді. Осылай дұрыстап картинканы выбирать етіп салу керек.